все правильно, просто чуть переволновалась, еще много вес гоняла. Қалай күресінде өзіне тартылып күресу керек қой жалпы. Сол сөйтсем ағай біз поледе пияз егіп жатырмыз, атам жібермейді. Кішкене ауасы, иісі, адамдары өзімізге қатмай қалмағаннан кейін бір-екі рет шықтық. Қалған Ассалаумағалейкум, Арун Спорт Фаза каналының көрермендері. Бүгін біз Жамбыл облысы Тараз қаласына келіп қалдық. Тараз қаласын өздеріңіз білетіндей ерекшелендіретін қол күресімен. Қол күресте Тараздан көптеген әлем чемпиондары шыққан, әлемдік додалар жарған спортшылар шыққан. Солардың бірі Жамбыл облысының аға жаттықтырушысы Рысбек Ескендір ағамызға келдік шаңырағына. Ассалаумағалейкум жәке, қалайсыз, қалай жатайсыз, денсаулығыңыз қалай? Қош келдіңіздер біздің киелі Тараз қаламызға. Әрине, Аллаға шүкір, осы 2012-ден бері қол күресінің жаттықтырушы болып келе жатырмын. 12 жыл болыпты бүгін қарасақ. Сол 12 жылдың ішінде Аллаға шүкір біраз жеңістерге жеттік. Біраз жеңістерді себепкер болдық жеңістерге. Соның ішінде енді міне соны жаңағы бізде көрмесе кубоктардың бәрі жаңағы командалық есепте, мен қазір Жамбыл облысының аға жаттықтырушы ретінде жаңағы бүкіл командалық есептегі үйде кубоктар, личный емес, личныйлардың бәрі қазір көрсетемін сіздерге. Сол ішінде атап өтетін болсақ, мынау соңғы осы биылда әлем чемпионатында командалық есепте бірінші орын алған Молдова елінде кубогымыз. Мен Аллаға шүкір юниорлар арасында бірінші орын алған бізге бұйырыпты. Ересектер арасында Шардара қаласына барды. Одасын 2022 жылы әлем чемпионаты Турцияда өткен болатын. Командалық есепте мені кубокты көріп тұрғандай бізге бұйырыпты тоже. Былтыр Алматы қаласында әлем чемпионаты өтті. Сол жерде командалық есепте мені бірінші орын алдық. Керемет. Мынау кубокта уже естен де шығып болады екен. Қайсы қаяқта екенінше. Мынау Қазақстанда, по-моему, командалық есепте екінші орын алған сияқтымыз. Мынау медальді ерекшелеп айтып көрсетіп өткім келеді өзім. Арабияда, по-моему, да? Аха, бұл Арабияда әлем ойындары бірінші рет өтті бізде қол күрестен. Сол жерде міне Жұлдыз Күнтуған әйеліммен үшінші орын алды. Осы біздің үйдегі бір ең бір значимый медаль десек те болады. Біздің қол күрестің олимпиадасы деп. Аха, қол күрестің олимпиадасы. Олимпиададан кейінгі екінші орында тұрған жарыс әлем ойындары. Өте керемет өтті. Арабия мемлекетіне бардық, Рият деген қалаға. Даңқты спортшылар қатарына жатқызып біздің Жамбыл облысымыздың жаңағы нелері спорт басқармасынан мені даңқты спортшылар қатарына жатқызып, Аллаға шүкір міне Қазақстанда жаңағы еңбегі сіңді деген бір немен талай туымызды көтерді деген оймен міне есімімізді тасқа жазғызып даңқты спортшылар қатарына кіргізді. Бұл сонда тас осы Таразда орналасқан ғой? Бұл аха осы именно осы тас жаңағы жазылып тұрған жер қазір біздің өзіміздің жаңағы Жақсылық Үшкембіров атындағы Тараз арена деген залымыз бар. Тура соның алдында үлкен жаңағы үлкен памятник, сол памятникта жаңа бәріміздің жаңа Жамбыл облыстағы ең мықты болғанда бәрі жаңағы әлемдік, азиялық додаларда өнер жақсы көрсеткен спортшылардың жаңағы аттары тізімде тұрады. Екінші медальдарға келдік. Ескендір ағамызға. Көпшілікте қарасаң, мынандай қол күрес стол сувенир болып, стол тек қана залда көруші ем, бұл кісінің үйінде сувенир болып тұр ғой. Өте керемет. Аха, осыны әлем чемпионатында сатылып отыр екен. Кішкентай жаңағы қол күрес столының жаңағы несі. Соны алып үйге қойып қойдық міне.
Иә. Өте әдемі. Алғашқы медалім мен үшін өте бір себепкер медаль десем де болады. Аға, өте қол күреске осы медальмен бастадық. Үшінші орын алып. Қай жақта, қандай жарыста? Жамбыл облысында, Жамбыл облысы чемпионаты болды, Қаратауда. Сол жерде Балашов Александр деген жігіт бірінші орын алды. Трубин Виталий деген жігітіміз екінші орын алды. Үшінші орынды өзім алған болатын. Абсолютка весовой категориясында. Ең бірінші менің медалім. Мынау кубокты көріп тұрғандарыңыздай. Румынияда ғой деймін. Аха, Константа қаласында әлем чемпионатына юниор арасында бірінші орын алдық командалық есепте Қазақстан. Мынау Азия чемпионаты. Аха. Самарқандтағы медаль. Мынау Самарқанд. О, медальдар көп екен астында. Мынау ерекше медаль. Мынау Европа чемпионаты. Европа чемпионатына бұны маған мен жаттықтырушым Алиев Ахмет Ибрагимұлы барып қайтқан болатын Европа чемпионатына. Сол кезде сол кісіге медальдар беріпті, сол кісі естелікке деп маған сыйлыққа берді. Жаңа біз Қазақстанда әлем чемпионатына бірінші орын. Әлем чемпионатына Алматыда болды. Иә, дәліз. Тағы медальдар көп. Өте көп медаль. Мынау азиатский. Бұл біздің Қазақстанда болды, меніңше. Аха. Иә? Біздің Қазақстанда өткен Азия чемпионатына екінші орын. Таныстырып өтейік, жаңағы мына медальді берген кісі Ахмет Алиев деген ағамыз Жамбыл облысының қол күресін основатель кірпішін қалаған сол кісі. Сол кісінің арқасында Ескендір ағаларымыз шәкірт болып, ол кісілерден өте көп даңқты спортшылар шыққан. Дмитрий Трубин деген, тағы Балашов бар, Ескендір Рысбек бар, Антонина Лисянская, Вали Фараджев. Иә, Вали Фараджев. Оның бәрін бірден еске түсіріп айту қиын, бірақ ол кісіге үлкен алғыс, үлкен рахмет айтамын. Біздің жаттықтырушымыз әлі күнге дейін міне өздеріңіз білесіздер, Қазақстан құрама командасының вице-президенті, Азия федерацияның вице-президенті. Сондай. Өзі әрбір нәрсенің бастауына бірдеңе адам түрткі болады ғой. Сол Ахмет ағамыздың арқасында Жамбыл облысында қазір әлемге танымал спортшылар өте көп. Сіздің Америкаға барып келгеніңізді білеміз. Америкаға барып жүлделі орынмен келдіңіз, ол кездегі медальдарыңыз бар ма? Ол кездегі медальдардың бәрі қазір шыны керекше қайқа кетіп қалған, коробкада тұрып бір жұлдыз қайқа қойған коробкаға бір жерге салып қойды деймін. Керек кезде шығарып былай іліп ілеміз. Соны өмір ілеміз деп ертеңге откладывать етіп жүрміз ғой. Ал енді үйді көрдік. Енді спортзалға барамыз, спортзалға барып әлем чемпиондарын көреміз. Қалай жаттығады? Тренерінен сұраймыз сол спортзалда. Қалай жаттығады? Не ішеді, не жейді? Ол балалар қалай ұйықтайды, қалай тұрады? Ол барлық спортшыға. Ал Ескендір ағамыздың шаңырағынан шықтық. Енді көптеген әлем чемпиондары шығып атқан спортзалға барамыз. Ол спортзалдың қандай ерекшелігі бар екен? Ешқандай ерекшелігі жоқ, бауырым. Өзің де білесің. Біз жаңағы қол күрес залы болғаннан кейін в основном қазір тренажерларды сіздерге көрсетемін. Бәрі көрмесе, бәрі қолдан жасалған. Бір қалай айтсам, жаңағы бір өкіметтен, неден, заводтан жасалған тренажерлар емес бәрі. Өйткені өздеріңіз білесіздер, жаңағы түзу жүретін ертін сол қарай. Өздеріңіз білесіздер, жаңағы тренажерлар көрмесе, ракурстары, нелері дұрыс келмейді, или жаңағы роликтары дұрыс неғылмайды. Соның бәрін өзіміз, жаңағы Матченко Владимир бізде, жаңағы өздеріңіз білесіздер, әлем чемпионатының қола жүлдегері биылғы. Бүкіл жаңағы тренажердің бәрі сол бар етіп, бәрі өзі сол істейді бізде. Енді қол күресте мықты болу үшін менің ойымша түзу кетесіз. Қазір тұрыңыз Қызылжан. Менің ойымша жалпы жақсы жаттықтырушы керек сияқты. Жақсы жаттықтырушы керек. Залдан ең бірінші жақсы жаттықтырушы керек.
кейбір балалар әлем чемпионы болады, кейбіреулер болмайды. Или әлде әлем чемпионы болатын бала да бір көріне ме, бұл баланы жарып шығады, чемпион болатын бала деп? Менің ойымша енді ең бірінші талант неде деп ойласаңыздар, ол талант еңбекқорлықта деп ойлаймын негізі жалпы. Қатты еңбектенген адам жалпы өзінің мақсатына жетеді ғой. Еңбекқорлықта ең бірінші не? Талант. Сосын барып қалған жаңағы этапына кете береді. Режим дейді. Самый главный режим ғой негізі спортта тәртіп қой. Тәртіп. Сосын маған көпшілік сұрайды, менің жасым 40-та, менің жасым 35-те, қол күрес кеш емес па деп. Біреулер 20 жастамын, қол күрес кеш емес па дейді. Осы жөнінде бір өзіңіз точкасын қойып. Иә, жаңағы мен өмір айтамын ғой, қол күрес анау махаббат сияқты деп ше. Жасқа қарамайды ше. Кез келген кезде ашылады дейсіз ғой. Кез келген уақытта жаңағы ашылады. Қол күреске келген адам жалпы қайтадан кетпейді. Өйткені өте керемет спорт түрі, адамды тартып тұрады. Барлық эмоциялар, ең керемет эмоциялар осы спортта. Мысалы, адамға өте полезный спорт қой, бір жалпы айтқанда физикалық тұрғыдан қарасам. Көпшілік сұрайды, мен жасым 30-да или 20-да, мен жасым 25-те, мен чемпион мира бола аламын ба, чемпион бола аламын ба деп сұрайды. Оған сіз қалай жауап бересіз? Әрине бола алады. Самый главный айтып отқан жаңағы бағанағы желание ғой. Желаниясы болса, баланың яқтан оңға қарай жүреміз. Желаниясы болса, обязательно бола алады, адамның өзінің қолында. Бізде қазір спортсмендерді білесіздер, көп спортсмендер мысалы бізден шығып жатқан жаңағы Сейдір Сандуғаш, биыл әлем чемпионы болды. Ересектер арасында Антонина Лисянская, Жүсіп Мұхамедов, Араджев Вали, Матченко Владимир, Раушан Жаналиева мысалы, жалпы барлық спортсмендердің бәрі, олардың бәрі өздері бүйтіп бола салған жоқ әлем чемпионы. Әрине олардың арттарында тұратын олардың жаттықтырушылары, әрқайсының жаттықтырушылары. Біз әрбір өзіміздің біздің әрбір жаңағы неміз, жаңағы чемпиондарымыз өзінің тренерлерімен, тренердің көзқарасымен, соның бағдарымен, соның планымен шығып жатқан дүниелер ғой бәрі. Біздің жаңағы спорт залымыз осы зданияда тек қана қол күрес, бассейн и төбесінде жаңағы күрес залы бар. Осы үш спорт түрі осы жерде. Яқта біздің жаңағы Жамбыл облысынан шыққан мақтаныштарымыз, Бейбіт Сыбаев ағамыз, балдарымызды. Елдос Сүменов бауырымыз әлем чемпионы. Нақта таныстыра кетейін. Оны біздің енді таныстырмасақ та білесіздер, біздің Жамбыл облысынан шыққан жаңағы Олимпиаданың қола жүлдегері Ақжүрек ағамыз. Қазіргі таңда біздің қол күрес федерациямыздың президенті. Ақжүрек ағамыз. Инстаграмын қалдырамыз, тіркеліп қойыңыздар. Қол күрес және гир федерациясының президенті осы кісі қазір. Марат Асайымовтан кейінгі кісі осы кісі. Мына Елдос Сүмет бауырымызда осы Жамбыл облысын. Сонда Елдос осы Таразда дайындала ма? Иә, Таразда дайындалады. Олимпиадаға да осы Таразда дайындалып барды ма? Иә. Міне, жүріңіздер, біздің зал осы. Күнделікті біздің жұмыс істейтін жеріміз. Міне қол күрес зал. Мынау біздің тренерский. Мынау біздің жаңағы балдардың шешінетін раздевалка. Спорт зал. Мынау спорт зал. Спорт залда біз күнімізді қалай бастаймыз деген тренировкаға қыздар келеді. Келе салысымен бірінші міндетті түрде жаттығудан, жаңағы қыздырудан бастаймыз. Қолдарын қыздырып, жаңағы барынша қолдарын бір кейбір кезде оқушылардың қыздарын ренжиді, ағай қолым слишком талып кетті деп ше. Слишком қатты қыздырмай қойықшы. Мен айтамын, любой тренировкада, мысалы максимальный веске болсын, жаңағы үлкен жаңағы неге кіру үшін, жаңағы бірінші ең бастысы жақсы разминка керек. Жақсы разминка болмаса, ол біріншіден травманың бәрі сояқтан шығады. Мен айтамын, отпасаң отпай ақ қойшы, айналайын. Самый главный бірінші жақсы қолыңды қыздырмашы.
ол қалған бәрі бола жатар өзі ше. Сол себепті қыздармен жұмыс істеген кезде көбінесе выносливостьқа жұмыс істейміз, жіп тартамыз. Жіпті әшейін тренировка кезде 2 минуттан тартамыз. Әлем чемпионатына жақындап, үлкен жарыстарға жақындағанда қыздар, балдар 10 минутқа дейін апарады. Изометрия ма ол? Изометрия 10 минутқа дейін апарады. 10 минутқа дейін апарады. Өздеріңіз де білесіздер, әлем чемпионатына барған кезде балдар көрмесе біздің жаңағы Тараздың, Жамбыл облысының спортшылары көрмесе выносливостьқа жақсы. Сол өзіміздің ағайымыздың жаңағы қойып берген жаңағы техникалардың бірі сол бір изометрия ғой, выносливость. Ескендір аға, көпшіліктің сұрағы бойынша олар әлем чемпионатына кезде қалай дайындалады, ешқандай жарысқа бармайтын кезде қалай дайындалады? Разницасы бола ма былай? Разницасы әрине болады. Разницасын айта кететін болсақ, біз қазір жарыс емес кезде подходтарын азайтамыз. Олардың максимальный вестерге қатты көп кіре бермейміз. Рабочий веспен жұмыс істей береміз. Мысалы, күрес мәселесі, аптасына бір-ақ рет күрес түрем, көрмесе. Қалған кезде басынан тренировкада отырады. И аптасына бір-ақ рет күрес түрем дегенде, мүлдем күнде күрес бермеймін деген сөз емес. Бірақ андай күрес күні прям бір күн бойы тек қана қол күрес болады. Техникамен жұмыс істеу, қателікпен жұмыс істеу. Тағы да айтатын кететін жайт, мысалы, әлем чемпионатының алдында, мысалы, изометриялары, жаңағы жіп тартуы 10 минутқа дейін барады. Әшейін кезде 2 минуттан тартқызам. Қатты қинап, не істемейміз. Аптасына қанша рет дайындалады? Аптасына спортшыларды көрмесе 4 күн дайындаймын. Аптасына. Понедельник, вторник, среда демалтам, четверг, пятница, суббота, воскресенье 2 күн демалтам обязательно. Соның арасында ол тек қана қол күрестен демалтам. Былай кейбір кезде аптасына 1 рет бізде обязательно бассейн болады. Бассейн? Ол шомыламыз. Бұл жігіттерге восстановление, көрмесе қыздар өздері, балалар жаңағы. Неше түрлі қазір жастар демалатын нәрселер көп қой жалпы. Әлем чемпионатына барарда қанша уақыт бұрын уже әлемдік деңгейге уже тренировканы ауыстырасыздар? Қанша уақыт жасайсыздар? Аптасына қанша күн? Аптасына сол сәл кішкене қосамыз, 5 күн болады. Әлем чемпионатының алдында тренировканы қатты көбейтеміз, подходтарын көбейтеміз. Максимальный вестерге кіре бастайды. Аптасынан 1 күн ғана ма ол әлі? Жоқ, аптасынан 1 күн емес. Әрбір неге әрбір спортшыға индивидуальный подход дейді ғой. Әрбір спортшы, мысалы, әрқайсысына подстраиваться етесің ғой. Біреу, мысалы, банка көрсетеді, біреу верхқа көрсетеді, біреу бицқа көрсетеді. Сол әрқайсының тренировкасына әртүрлі жаңағы задание беріледі ғой. Постоянно нагрузкадан қолдар да үйренеді ғой жалпы. Ауырып, қақсап істемей ма? Вот қақсау мәселесінде айтатын болсақ, әрине мұны оқушыларына кейбір кезде ренжиді бағана айтады, ағай қол талып кетті, қатты қыздырмай ақ қойық бетіне. Сол қақсаудың бір мәселесі содан. Үлкен жаңағы вестерге кіретін кезде разминкасыз кейбір кезде спортсмендер жас болғаннан кейін аттап кетеді вестерді, пирамидный системамен жоғары қарай шықпайды. Мысалы 5 кило, 10 кило, 15 кило қолды жақсылап, тщательно қыздыру деген бар. Кейбір жастар болады, мысалы тренер аппликация етіп, басқа жаққа кетіп қалып, или болмаса келесі спортшыға өтіп кетіп жатқан кезде, ана спортсмен жаңағы үлкен мен қолым талып қалмасыншы деген бір оймен үлкен вестерді қойып жібереді да, үлкен салмақ көтерген кезде қол қақсап бастайды. Сол жақсылап қыздыру керек. И одасын жаңағы жақсы, қатты мән беретін нәрсе, негізі спортшыларымыз міне Әжіғұл Бибіжанды көргендегідей, осындай бір жаңағы синтетикалық емес, мынандай бір жылы ХБ материалдағы киімдер кию керек. Демалатын. Қолы міне блок істейтін кезде обязательно қол жабық болып, жаңағы жел кірмейтіндей, неғылмай. И одасын залдың температурасына қатты мән беру керек. Зал қатты суық болмау керек, қатты ыстық болмау керек. Соған қатты мән беру керек жалпы. Бұл қарындасымыз Раушан Жаналиева. Әлем чемпионы. Қалай тағы? Азия чемпионы. Өзінің жасының арасында, әлемнің 3 дүркін чемпионы, өзінің жасының арасында. Жасы қазір не бар 18-де. Бұл қыз маған 13 жасынан бастап келді. 13 жасында Атар деген жерде военный городок бар. Сол жерде жаңағы бірінші жаттықтырушы Балжан деген кісі.
алып келген болатын. Сол кісі өзі беріп маған осын байқап қалып Раушанның бойы, ұзындығы, жаңағы параметр қолдары, жаңағы соның бәрі не істеп ұнап қалып мен сұрап алған болатын. Сол 13 жасынан бастап мен Аллаға шүкір менің қолымда өзімнің өкіл қызым, өзім қызымдай болып кеткен. Дайындап өзім полный өзім наблюдениемда ғой. Сөйтіп 13 жасынан бастап мен Аллаға шүкір осы дәрежеге жетіп отырып, әлемнің 3 дүркін чемпионы, ересектер арасында бірінші рет 16 жасында екінші орын алған болатын 90 килограммда. Енді Алматыда болды. Я мақтанғаным емес, былай кейбір қыздар болады. Ол 16 жаста, 15 жаста әлем чемпионы болып жатады ересектер арасында. Ол кіші салмақта. 50 килограммда, 55-те. А бұл қыз маған келе салысымен 90 килограмм болды өзі 13 жасынан бастап. Сол жасынан бастап 90, бірақ қазір салмағы түсті 80-ге. Бірақ өмірі рабочий салмағы өзінің 83, 84, мирға 90-ға барсақ та 83-84-пен барамыз. Себебі құдыртқан жақсы көрмеймін өз басым. Келесі жылдан бастап 80-ге түсетін шығармыз. О, мықты. Раушанның байқағаным саусақпен жақсы жұмыс істейді. Әлем чемпионатында Алматыда күрескенде де 10-20 шақты миллион жинады. Просмотр грузиніңізбен саусақпен жұмыс істейді. Өте мықты. Бәлкім ұл балаларды жеңіп жатыр. Мақтағаным емес. Қыз балаларды айта алмаймын. Оны жомынша қыздар төтеп береді деп ойламаймын. Өте жақсы. Мені өзімде қол көрсе хабарым бар, білесіздер. Мені де жеңіп ұстап жатқан екен. Если сенбесеңіздер, кеп өздеріңіз күресіп көрсеңіздер болады. Тарихта инстаграмын қалдырамын. Әбдікерім деген әні бар. Балам жақында ғана Индия мемлекетіне барып келді. Сол Индия мемлекетінде өзінің салмағында бірінші орын алды. Аллаға шүкір. Салмақ қанша? 80 килограмм ба? 75 килограммға шықты. Құдай қаласа, биыл Азия чемпионатында екінші орын алып қалды. Себебі бірінші орынды өзінің оқушысы салды. Екеуі келіп маған ағай жаңағы финалда өз оқушысы екеуі финалға шығып, кім ұтқанын қалап тұрсыз дейді. Енді өздерің көріңдер, маған екеуінде бір дейсіңдер ғой. Екеуі біреу оқушым, біреу оқушымның оқушысы. Сөйтіп өз жолын өзінің оқушысына берді. Бұл жаттығу қалай өзі? Бұл жаттығу не деп аталынады? Бұл жаттығу передний блок. Передний блокты білесіздер, разница жоқ қалай күресеңіздер де. Хоть верхпен күресесіздер, хоть кругқа банкаға күресесіздер. Жалпы кіммен қалай күресесің де өзіне тартып алып күресу керек қой жалпы. Сол мәселеде мені өзіне тартып күресу әдісі ғой. Передний блок дегенше өте қатты керек. Байқасаңыздар мені жаңағы передний блокта бүкіл нагрузка саусаққа да түседі, киске де түседі и бицепсқа сокращать етіп крыломен тартып өзіне қарай наулға тарта бастайды. Ажығыл Бейбіжан. Әлем чемпионатының биылғы жүлдегері. Я биыл алтын алама деп ойлап едік, енді күміс алып қалды. Бірақ келесі жылы ағай аламыз бірді деп не алып отыр, обнадеживать етіп отыр мен. Енді құдай қаласа көреміз енді. Бұл боковой блок, бұл өте, сіздер қазір байқасаңыздар, бұл боковой блокта әр спортсмен әртүрлі жаңа ручкамен жұмыс істейді. Сонымен байқап тұрмын қазір. Неге жіңішке ручка, көбісі жуан ручкамен жасайды? Жаңа жіңішке ручка деген себебім именно осы трубчатый дейді ғой, мысалы ручка. Байқасаңыздар именно саусақпен именно киске нагрузка береді да. Сонда бұл боковойда былай тұру керек па? Переднийде былай тұру керек. Жоқ, бұл ешқандай разница ойнамайды бұл жерде ше. Бұл жерде самый главный жаңа бұрап басқан кезде мынау тайып кетпеудің амалы ғой мысалы. Сол киске саусаққа не боковой. Сразу байқадым, бұндай ручкамен еш жерде көрмегенмін. Мынандай ручкамен ба? Иә. Мен ана специально андай блоктың ручкалары бар ғой, жіңішкелеу ше. Былай. Сондайдан көп көргем, көп залдарда дайындалады. Мен ана ручканы енді көріп тұрмын. Чувствительность қалай бұл ручка? Чувствительность бомба. Надо всегда экспериментировать.
біздің Чикалиди Юрий деген оқушым әлем кубогының иегері, Стивер. биыл Азия чемпионатында күміс алып қалды. Өздеріңіз білесіздер, Нифонтов Михаил деген жігітіміз соған уступать етіп қалды. Сол бірінші орын алды, содан кейін екінші орын осы Чикалиди Юрий. Құдай қаласа келесі жылға ұтамыз деген ойдамын енді, барынша дайындалып. Оны боковой қалай жасау әдісі, кистке нагрузка. Көрдіңіз ғой, тура осы моментте верхқа көшкенге дейін давлениеға жақсыдан наушы. Банкіге де верхқа да көшіп кеткенге жақсы давлениеде сталынады. Бұл боковой блок вообще қол күрестің самый базовый жаттығуы. Қандай техникамен күрессең де самый базовый жаттығуға жатады. Жаттығулардың бірі, аха. Бұлсыз қол күрес алмайсың шығар. Күреседі, бірақ дегенмен де қатты бір давление дейді ғой. Боковой давленияға өте керекті бір сондай. Бірақ көп спортшылар боковой блокқа келген кезде, жаңағы қолдары қақсайды дейді, не ағылады дейді. Мен айтам, несін қақсағанда сол баяғы разминка ғой. Бұған келген кезде өте аккуратно, міне Юра бүгін әшейін сізге көрсету жағынан істеген, ал әшейін кезде бұлар үлкен салмаққа өту үшін қазір мысалы бір 70-80-ге барады, 90 килограммға барады. Сол кезде обязательно не киеді? Налокотниктер, аха. Тренировкаға балалар киініп келген кезде мысалы алдын ала сұрайды. Залға келе салысымен ағай бүгін не істейміз деген сияқты сұрақтар қойылмау керек. Негізі любой нәрсені алдын ала мысалы Юра келді, тренировка жасалды, одасын кетіп бара жатып, ағай ертең демалам ба, әлде немесе қандай тренировка істейміз. Одасын мен бұған тура сол тренировка біткен кезде Юраға айтылады: Юра, ертең құдай қаласа келетін болсын, блок істейміз, максимальный веске шығасың. Или болмаса рабочий веске не аласың. Сол кезде бұл спортшы үйге барып, жатардың алдында уже пландап жатады. Ол не үшін пландайды? Өйткені адам жайлап өз-өзін тәрбиелейді. Жарысқа тәрбиелейді өзін. Простой тренировкадан тәрбиелеген адам жарысқа дайын болады одасын. Бұл жаттығу через козла бицепс углды сокращает етеді. Мысалы, осы именно бицепсқа көрсететіндерге жақсы да. Жалпы әшейін істеген кезде де әшейін құрыс істемей представлять ету керек деп ойлаймын өзімше. Именно бицепсқа күресіп жатырмын, түсіріп жатырмын углдардың бәрін тартып өзіне қарай. Мен ең жақсы көретін упражнениялардың бірі. Былай емес, былай түсіру керек қой. Аха, именно углға тастап ше, міне көскен сияқты ше. Мұны осы көргендеріңіздей тура осылай түсірген кезде кисті бүгеміз, көтеретін кезде түзелейміз. Бұл сонда защитаға. Аха, защитаға көрмесі, аха. Бұл защитаны істеп болғаннан кейін обязательно бұл тренировкадан кейін, мысалы осыны істегеннен кейін атакаға да бицепс істеу керек обязательно. Бұл тренировканың бір часть. Екінші часть атака. Атакаға қандай жаттығу жасайсың? Бұл бицепс бағана передний болып көрдіңіздер. Аха, соны именно бицепсқа басады. Ал мынау көтереді қазір. Бұл жаттығу кист па? Бұл кистке тоже не істейді, саусақ, кист бәрі рөл ойнайды. Бірақ именно байқасаңыз, бұл шындақ бір орында тұр, көтеріп жатады. Бұны көтеріп жатқан кезде бұл имитация бойынша қарайтын болсаңыз, қолды өйтіп көтеріп жатқан кезде қараңыз. Бұны тастап жатқан кезде адамның пронатормен болса кетіп жатыр, байқасаңыз, көрдіңіз. Тура осы мәселеге кистке тағы да бұрағанға өте керек. Сосын взносный бисквиті өте жақсы. Көпшілікті көріп, бұлай кист жасайды, бірақ бұлай жасайтын көбісі жасай бермейді бұл жаттығуда. Тағы да айтатын кететін жайт, мысалы, осы именно кист жөнінде ше, көбісі дегенде кисттен кейін штангымен кист істейміз, кистеп болғаннан кейін осы жаққа көшеміз. Кейбіреулер постоянно солай істейді. Бірақ менің случайымда, мысалы, кейбір кезде именно осыған қатты мән беретін кезінде болады. Ана штангадан бастамай, резко осы жақтан бастап, максимальный вес жинаймыз. Қазір мен жасап көрейінші бұл жаттығуды. Мен бұлай жасаймын кисті, бірақ бұлай жасамаймын. Көрейік. Эффектісі қалай екен. Бұны минутпен жасаймын, әлі қалай? Подходпен. Былай бір көтеріп түсірем. Ауырды. Байқасаңыздар, қанша салмақ па? Биіктікке қойып қойғанбыз. 32 кг. Мен Раушанға қарап оңай қысақ көрінеді, маған ауыр екен бұны.
маған болатын сияқты болса. Ауыр екен де салмақ. Байқасаңыздар, мынаны специально биіктікке қойғанбыз. Ана төбесіне шығып, адамдар жоғарыда неғұрлым қатты жоғары болса, мынау негізі план бойынша сәл тағы да жоғары болу керек еді. Бірақ ұзақтан көтеретіндей қылып аға. Бірақ енді осыны жинаймыз да, мысалы спортшылар жинап болады. Жинап болғанда жинайтын жеріне келген кезде қайтадан тастайды да қайтадан жинайды. Түсіндіңіз бе? Обязательно. Солай. Ең ауыр салмақ қанша килограммға дейін жасайсың? 40 килограмм ба? Бұл әлем чемпионатына барарда максимальный салмақ. Бірден бір мен жақсы көретін упражнениялардың бірі ол осы тренажер. Себебі өйткені бірдей алдыға да нагрузка, шетінен де нагрузка бола бастайды. Таза қол күрес. Таза қол күрес аға. Осы мен жақсы көретін тренажердің бірі. Осы именно астыдан нагрузкалардың бәрі. Көрдіңіз ба? Былай ұстаймыз. Именно былай тұру керек. Ручка былай тұру керек. Көрдіңіз ба? Мұны осылай түсіп міне. Ол Раушанның күресі ғой. А? Раушанның күресі осылай емес пе? Енді осылай. аха. Тур осы. Сонда былай емес. Жоқ, сіз оны қазір көтеретін болсаңыз, мысалы мына пронатор болып кетеді. Ал бұл жерде қазір именно ручкаға нагрузка кеткен екен, байқасаңыз ручка былай тұру керек міне. Тур осылай көтеріліп, осылай түсу керек міне. Қимылдамастан. Бірақ қиын қазір қарасаңыз. Жату керек емес. Жату керек, ручканы жібермеу керек. Осылай. Аха. Басқаша жату екен, маған қиын болып жатыр. Аха. Көрдіңіз бе? Мына жаққа нагрузка қатты беріледі аха. Кейбіреулер істеген кезде былай істелінеді. Былай түсіріп, көтереді да, ол пронатор болып кетіп жатыр. Бірақ қазір данный момент пронатор емес, пронатор постоянно нагрузка тұрады. Бірақ дегенмен көрдіңіз, басымен передмен осылай түсіп, осылай көтерілу керек. Сол кезде қиынырақ болады да. Ол әлем чемпионаттарында Раушанның күрескенінде байқасақ, қарсыластарын осы жақтан шығарады ғой. Демек осы жаттығуды көп жасайды деген сөз. Біздің жасайтын жаттығуларымыздың қатты чувствительность өте жақсы екен. Былай жасаса да, былай жасаса да. Көріңіздер, осындай тренажер сіздер де жасаңыздар, мықты болыңыздар. Осындай тренажерді қазір білесіздер өздеріңіз. Ол өздеріңіз жасатсыздар ма, заказ бердіңіз? Жоқ, залда қазір көріп тұрған тренажерлердің бәрі біздің Маченко Владимир деген жаңа айтқан жігіттен сол полды бәрін жасап шығарған сол жігіт. Өзіңіз көріп тұрғандағыдай, мысалы енді Жамбыл облысының аға жаттықтырушысы болғаннан кейін кейбір кезде қолда тимей қалады, мысалы документтермен жүгіресің. Сол кезде міне оқушыларының жаңағы тренерсіз дайындалмайды ғой. Сол кезде бір мен көмекшім, мен залда жаңа мен болмай қалсам қыздарды ары қарай дайындап кете беретін, осы өзім әйелім, бала шаға манасы, күн туғаны жұлдыз деген өзі әлемдегі күресуде, бірақ қыздарды дайындайды өйстіп. Жұлдыз әпкеміз әрі тренер, әрі өзі күресіп жүрген спортшы. Әрі тренер, әрі күресіп жүрген спортшы. Биыл мысалы тоже әлем чемпионатына барып 4-ші орын алып қалды. Бірақ Азияны ұтты, Қазақстанды ұтты. Бірақ енді Алла қаласа енді келесі жылы ұтатын шығар деген ойдамын. Жұлдыз әпкемізді өзіңіз дайындайсыз ба әлем чемпионатына? Жоқ, шыны керек, Жұлдызды мен дайындаймын. Өйткені спортшы бөлек, әйел бөлек деген сияқты. Бірақ мен өзім шыны керек дайындаймын. Бұны қазір Жұлдызды дайындап жүрген өзінің жаттықтырушысы бар. Ол Фараджев Вали деген жаттықтырушымыз. Өзіміздің ағайымыздың бірге шыққан балалар. Ахмет аға. Кезінде болғанда Алиев Ахмет ағайымыз дайындайтын Жұлдызды. Қазір енді Фараджев Вали деген жаттықтырушымыз дайындап жатыр. Вали Фараджев өздеріңіз білетін заслуженный мастер спорта Қазақстанның чемпионы, атақты спортшыларының бірі. Осы Жамбыл облысының спортшысы. Қазірде Сейдеш Сандуғаштың жаттықтырушысы. Әлемдік додада топ жарып жүрген. Сол жігіт мен әйелімді қазір жаңағы
әлемдік додаларда аха сол дайындап жүр. Міне жақында былтыр әлем ойындары болды. Өздеріңіз білесіздер, Ариятта. Бағана үйде көріп Африкада? аха, неде, Ариятта. Сол жерде әлем ойындарында 3-ші орын алды. Керемет спорт салаға келіп, чемпиондармен кездесіп, егер бүгін жұмыс күні келіп, барлық чемпиондарды көргенде тіпті дұрыс болар еді. Аха, жұмыс күндері келіп қалғандарыңызда онда біраз спортшыларды көрсетуге болушы еді. Біз өзіміздің бір рет емес, бірнеше дүркін әлем чемпиондарын көрсетуге болады. Алла қаласа алдыда қалай келеттер деп ойлаймыз сіздерді. Солар тренировкаларын көрсетіп, солармен таныстырайық. Атака. Егер сен атаканы одновременно беретін болсаңдар, именно соперницаны сезетін болсаңдар, қол ортада тұрады. Қол никак астына қарай кетіп қалмайды. Сол үшін бірдей беру керексің, бірдей сезіп керексің, бірдей бересің. Дайында. Именно сол жерден атака сынады, спортсмен көбісі сынады. Кесін кіріс, Мадина фаланг сынаш. Кесін кіріс, проекцияны бер. Го! Атаканы одновременно берші. Одновременно бер. Вот осылай. Одновременно бер, бірдей бер, осылай. Тағы да. Бердің, тоқтама. Бірдей берсең, бірдей бере бер. Осылай. Матч. Ең бірінші әлем чемпионым ересектер арасында Рейісов Ислам деген оқушым. 2016-да ересектер арасында әлем чемпионы атанды 55 килограммда. Өзі юниор болып, ересектер арасында да бірінші орын алып, сөйтіп мені бір қуантқан болатын. Содан кейін 2017-те ересектер арасында қола медалін алды. Өзінің жасын арасында молодежьде бірінші орын алды. Солай. Алғашқы рет чемпион болып қалғаныңыз қандай эмоция болды сізде? Енді ол кезде жаңадан бірінші чемпион мира деген енді айтып жеткізе алмайды екенсің. Әрине қуанасың. Енді бәріміз ат салысып, таласып ол кезде бір туды көтергің келеді ғой, жалпы қалай болса да. Өзің болмаса немесе шәкіртін деген сияқты. Сол бүйтіп қуантқан болатын сол кезде. Ислам, сен өзің әлем чемпионына дайындығың қалай болды? Не дайындалдың? Және әлем чемпионы болып, әлем бойынша ту көтеріп тұру, қазақтың туын көтеріп, сенде өзіңде қандай бір не болды, сезім болды? Ассалаумағалейкум. Дайындық жақсы болды. Ескендір ағай жақсы дайындады. Ол кезде вообще қызық болды. Қазір айтып өтейін өзім Ислам сөзім өліп. Ислам именно жарысқа жақын қалған кезде ағай бара алмаймын дейді ғой маған. Не болып қалды, не үшін бара алмайсың сен? Сөйтсем, ағай, біз поляда пияз егіп отырмыз, атам жібермейді дейді. Дайындық біткен. Дайындық біткен, дайындық мощный болды. Сөйтіп бұны қаланың шетіне бір 30 километр алыста Тараздан бір поляда жүр екен да. Сөйтіп соны телефонмен тауып алып, Ислам алып, сөйтіп полясына барып, атасымен жолығып, атасына айтамын да, атасына жіберіңіз немереңізді, барып қайтайық. Сөйтсем, атасы кәдімгідей бір өзінің немересі кішкентай болғаннан кейін маған бір керек, маған көмектеседі. Бұл пияз егіп жатыр, қазір Ескендір прямо қызба жұмыс жүріп жатқан кезде сен қалай алып кетесің? Тем более 10 күнге деп айтып жатыр да маған. Айтамын, ата, енді бұл бала біз үшін керек болып тұр. Тек қана бірақ лицензия емес, ересектер арасында шығайын деп жатыр. Соны өзін көрсет. Ислам өзі барғысы келіп тұр. Атасы жібермей жатыр. Сөйтіп әйтеуір сұрап алдық қой атасынан. Сөйтіп Аллаға шүкір, барып жеңіп келді. Сондай қызықтар болған Исламмен. Поляда Вовчикпен күрестім, Владимир Матченкомен. Поляда тексерді ғой мен ағай. Сондай кездер болды. Поляға барып тексеріп, бұл кейбір кезде сачкавать етіп тренировкадан не алады ғой. Сол кезде бұл жаңағы Вованы жіберем, Вова көрші ананы жарысқа алып кетейік па, алып кетпейік па? Сөйтсек, Вова барып поляда тексереді. Сондай қызықтар бар. Поляда қалай жерде көресің ме? Стол бар. Жоқ, столға. Әшін стол. Тамақ ішкен. Жалпы былай жеке қарап отырсаңыз, міне мынандай ғой. Жалпы байдың балалары келмейді ғой бұл спортқа. Өзіміз сияқты қарапайым,
средний семья немесе кедей жерден келеді жалпы. Сол жақтан шыққан, полядан шыққан балалар ғой олар. Полядан шығып барып әлем чемпионы болып келді. Полядан шығып әлем чемпионы болды. Бірақ дайындалдым. Дайындық обязательно ол дайындық. Ислам өзің жаңағы эмоцияңмен әлем чемпионы болып. Эмоция айта алмаймын. Өзім Сол түсінбей жерде де несі бар, өзінің сұхбаты бар. Сол жерде кім еді анау не? Қыз бар ғой. Қыз журналистка бір қыз бар еді ғой. Бұрын Алисия Романенко. Сол бұл именно финалды отқан бетте Алисия Романенко келіп Исламнан сұрап жатыр. Сіздің жаңағы чувствоңыз қандай? Сөйтсе бұл да түсінбедім, не знаю дейді. Не знаю. Понравился деп қояды болды. Мен сіздің бұл 2017 жылы чемпион мера болды. 16-та. 16. 15-те де Болгарияда. Сонымен бірге және Эльвира Шадыркүл деген қызыңыз болды, сіздің әлем чемпионы болып. Эльвира Шадыркүл деген қызды біз жаңағы жұлдыз екеуміз неден Таргу деген біздің университет оқып бітірген университетіміз бар. Сол жерде мұғалімдеріміз шақырып жарыс өткізіп берішті еді. Сол кезде біз жұлдыз екеуміз барып жаңадан жаттықтырушы болып тұрған кезде барып сол жерден Эльвира Шадыркүл, Эльмира Үсенова деген қыздарымызға сол жерден жаңағы университеттер қыздар арасында жарысып, сол жақтан іріктеп, сол қыздар сол жақтан алып келген болатынбыз. Сөйтіп сол қызды дайындап, өзім жаңағы мен жеке бапкерім Талғатжан деген жігіт, сол жігітке берген болатын сол қызды. Сөйтіп дайындап, сол қызды шығарып жарысқа. Әлем чемпионы. Әлем чемпионы болды. Тренер болды, бітті, балдарды дайындап, өзі тренировкасын сыдырып тастады да, әйтпесе осымен күресіп жүрген Ораз Басаров деген жігітіміз бар. Шығыс Қазақстан өте мен жақсы көретін бір спортшылардың бірі. Сонымен соперник болып жүрген кездер бар, ол әлі күнге дейін результат көрсетіп жүр мысалы. Екі қолмен де екеуің финалда күресіп едіңдер ғой? Аха. 2017-те қателеспесем. Ой, 2017 оның алдында да қанша күресті екеуі. Басты қарсыласымыз сол еді ғой. Жаңағы Ерлан Уалиев екеуміз постоянно спорласып, сондай бір әдемі сәттер өтті. Біздің кезімізде, мен шығып жүрген кезде, жастар арасында шығып жүрген кезде әлем чемпиондары бар еді бізде. Өзіміздің редко еді, бірақ өзіміздің залымызда бәріміз кәдімгідей звезда көретін өзіміздің ағайымыз Жүсіпов Мамет деген әлем 4 дүркін чемпионы. Сол кезде ағайымыз не істейді, соның бәрін қайталайтынымыз алды. Бірақ сіздер білесіздер, ол кезде бір-ақ қолмен чемпион мера болатын болса бәрі. Бір-ақ қолмен. Екі қолмен жоқ етін. Кейін одасын бастады ғой. Дуплет деп. Екі қолмен де чемпион мера болу өте қиын етін. Қазір Аллаға шүкір, бізде қазір екі қолмен чемпион мералар жетеді ғой. Мен білуімше, Мамет ағайымыз осы жақын жылдарға дейін 4 дүркін ересектер арасында әлем чемпионы болып, самый титулованный спортсмен сол кісі болды. Қазір енді шықты жастар, мықтылар, одан да асып шығып жатқандар бар жастар. Ол кісі мен сұрағанымда әлем 4 дүркін чемпион болып болғаннан кейін результат көрсетеді әлі де. Бірақ қазір тренер болып кетті да ол кісі. Көрмесе қазір балаларды шәкірттерін дайындауда, шәкірттерін дайындайды көрмесе. Чаушоғыл Ахмет деген баланы тәрбиелеп шығарды. Өздеріңіз білесіздер, әлем чемпионы Заиров Ахмет деген бар ғой бізде. Сонда дайындаған сол Жүсіп Мамет болатын. Фарадж Валидті Талғатжан осы жеке бапкері, бірақ дегенмен де көмектесіп, кәдімгідей дайындап, үлкен аренаға шығарған сол Жүсіп Мамет болатын. Заир Ахметті есімде Астанадан шығып өте опытный Россияның ең атақты, мықты деген бабында тұрған Хетак Дитипті жеңген. Хетакты жеңген өзі екі-ақ спортсмен болды бізде. Шымболат Райханов пен Заир Ахметов. Басқа ешкім жеңген ма? солай кетті ғой тастап. Мысалы Жүсіп Мамет бар бізде, Трубин Дмитрий деген бар бізде. Сол залда бізде бірге дайындалып жүрген кездерімізде. Сол сөйтіп содан кейін шықтық жайлап өзімізде. Матченко Владимир деген әлі күнге дейін күресіп отыр, білесіздер, мен бауырым, әрі ең жақын досым. Осы залдамын, көріп отқан осы залда дайындаламыз бірге. Партанецке келсек, Юра Чекалиди. Таныстырып өтсеңіз. Бұл жігіт маған 2000 қай жылы, Юра? 2016. 2016-да келді ма сен маған? 2016. На области вы меня увидели, ағай, позвали на тренировку в город.
Аха, бұл 2016-да бұл ауданда бір Ина деген бір жаттықтырушы қыз болатын. Ол білесіздер, жаңағы нелер аздықтан жаңағы специалисттер. Ауылды жерде, кейбір ауылды жерде бізде жаңағы чемпиондар болған шықпаған ауылдар бар. Жаңағы чемпиондар бәрі көрмесе бізде основной қала болғаннан кейін қаладан шығады. Сөйтіп сол жерде Ина деген қызды бір баскетболдың тренерін қол күреске ауыстырыпты сол жақта. Сол жерде міне Юра сол қызға барып кішкене қол күрестен шығып сол жерде облысқа келіп тұратын. Сонда Юра бұл Сол жерден қаланың өзінен емес пе сонда? жоқ, бұл берде қаладан бір 15-20 шақырым жерде Сарыкемер деген ауыл бар. Ауыл бірінде. Аха. Сол жерден шыққан жігіт, соны сол жерден көріп қалып, жаңағы күрескендері, жаңағы эмоциясы, көзі жанып тұрғандары ұнап қалды. Ол кезде жаңадан өзіміз дайындап жүрген, жаңадан болғанда, жаңадан емес енді былай дайындап жүрген кезіміз. Сол кезде Юраны енді шыны керек тренердің кішкене бір байқап қаласын, енді басқа спорттан келген адам, баскетболдан осындай балдарды көріп қалған кезде жанын ашиды. Бір дұрыс тренировка керек, дұрыс бағдар берейін деген оймен бір шақырам болатын сол кезде Юраны. Сонда өзіңіз айтпақшы, шығатын балаларды сырттан көріп танимыз дейсіз ғой? Иә, өзінің жаңағы айтып тұрмын ғой, жаңағы өзінің поведениесімен, өзінің желаниесімен, көзіндегі отынымен көрінеді жалпы. Мысалы жарысқа келеді, мысалы күреседі жарыста облыс чемпионатында. Облыс чемпионатында күресіп болғаннан кейін, мысалы жарыс бітеді, өзіңіз білесіз, бәрі закулисье деген бар да. Сол жерде бұл тұрып алады да жаңағы бәрімен күреседі. Қызық болған. Күресу деген жалпы қызық болып тұр. Ананы шақырады, ана чемпион ешкімсімен қымсынбайды, сен чемпион екенсің демейді, онда да шақырып бәрімен күресе береді. Аға, тура сол моменттерді көрдім, маған ұнады. Содан кейін барып Юра, сен кел қалаға. Сонда баланы таңдағанда бірінші құлшынысына, қызығушылығына қараймыз ба? Иә. Мен бағана айтып өткендей, ең бірінші талант мен үшін талант емес, еңбекқорлық деп ойлаймын. Сол еңбекқорлығын сол закулисьеде байқадым. Еңбекқорлығын сол жарыста байқадым. Сондай нәрселерді байқаған бетте сразу шақырасың ғой. Қазір енді Юра қандай жарысқа дайындалып жүрсің? Қазір по идее алдын чемпионат Республики Казахстан, соған дайындалып жатырмын. Енді Алла қаласа бір 90 дәрежесінде күресеміз бар, 100-де күресеміз бар, соны пока нақты білмеймін. Пока дайындалып жатырмық. Атак ағай айтқандай 2016 жылы неге қалаға залға келдік. О кезде выставка Сатпаева жақта. Как раз сол кездерде Ислам мирға дайындалған 2016 жылы. Залға кірсек, Ислам пақат етіп жатыр. Изометрия, резина, как цепной пес тянет. Сол кезде, короче, еще сильнее в спорт влюбились, можно сказать. Конечно, о кезде салмағым 65 килограмм еді. Ислам как раз 55-ке дайындалып жатқан чемпионат мираға. Сөйтіп, по идее, больше половины зала ребятам проигрывал. И я первую, вторую и третью область проигрывал. Я много проигрывал. И проигрывал чаще всего тогда, когда вес гонял. А когда вот перестал вес гонять, начал бороться с тем весом, который у меня есть. Тогда уже начал показывать результаты. И вот, собственно говоря, как-то так. Өзің Қазақстан Азия чемпионатында кімге? Өзіміздің Нифонтов Михаилға жеңілдің. Соны ұтамын деген ниет бар ма? Ну, по идее, конечно. Сейчас готовимся, будем бороться, дай бог, я опять говорю, или в 90, или в 100. Я ничьи имена называть не хочу, кто будет в этих категориях, они автоматически уже как бы мои соперники, и мне надо будет их снести. Поэтому, по воле Аллаха, кто станет на нашем пути, будем их сносить, иншаллах. Будет это Миша или не Миша, уже здесь без разницы, если честно, кто там будет. А у нас настрой такой, как говорится. Не стыдно нам никогда проиграть или, как говорится, получить. Стыдно испугаться или убежать. А проиграть никогда не стыдно. Вот один раз вы мне сказали, когда вот чемпион Казахстана был во взрослом,
Я постоянно, когда боролся, я вот выходил, лишь бы вот отбороться и все, уйти. И вот я даже вот на сцену выхожу, сцена есть, все, что здесь, я не вижу, короче, у меня как, ну, я не знаю, это шок или паника была, я не знаю. И Агай мне один раз вот такие слова сказал. Когда выходишь, говорит, проиграешь, говорит, просто вот кайфани, говорит, от борьбы, говорит. Вот поборись и вот покайфуй. А мы как выходили? Выходим, толком вот тренируем, отрабатываем эти углы, а выходим и проигрываем как-то вот глупо, рука просто вот так остается и все. Допустим, тренируем вверх, проигрываем бицепс и так далее. И вот в один момент мне Агай сказал, за что я ему очень сильно благодарен, то, что вот когда выходишь, проиграешь, просто вот сделай то, что тренировал, кайфани от борьбы. И вот с этого момента я вот по сей день я вот это все запомнил, вот это помогает мне вот достойно бороться и никогда не бояться проиграть и так далее. Вот с этого дня я начал бороться намного лучше после вот этого вот совета. Өзі жарысқа шыққан кезде өзің қорқып шықсаң автомат уже сен күреспей отырасың. Бұл спортшылардың бәрі байқасаңыздар сол шығады да, мысалы анау не деген ғой, анау бұрында айтып жүрді ғой, каратист төбелесіп жатып каратесін ұмытып қалады деп ше. Тура сол сияқты, мысалы қол күресші күресіп жатып қол күресті ұмытып қалады да, сол себепті де кішкене кейбір кезде болады, мысалы спортсмендерді мысалы жарысқа дайындайсың, жарыста көресің, залда результаттарын көресің, столда қолын көресің, бәрін көресің де, енді біз енді бұл спортта пәлен жыл жүргеннен кейін примерно оценка бересің ғой жалпы, мынау дайын болып қалды деген сияқты. Бірақ шығады, ұтылып қалады. Сол кезде енді әр спортсменге жаңағы өзін жаңағы психология жағынан дайындау керек. Ана Юра айтқан сияқты. Мен айтамын да Юра, сен пока осы қол күресті жақсы көрмей күреспесең, мысалы сен анау, мысалы кейбір кезде болады, салмағында 6 адам болып қалады, кейбір кезде 10 адам болып қалады. Кейбіреулер қуанып жатады соны. Менде 6 адам, менде 10 адам. Олар күресу үшін емес, тек қана жеңу үшін ғана. Тек қана жеңіп. Мен айтамын да, ол жеңгеннен не пайда саған? Бірінші медаль алдым, адам көп болмаса, сен салмағында ең мықты атақты адам болмаса, ол несі қызық? Айтады ғой, спортшыны жұлдызын ашатын, атақты қалатын, ол жарыс емес, оның қарсыласы дейді. Мықты күресіп, жақсы күресіп берсең, шоу жасап былай енді. Эмоциональный. Вот сол кезде сенің бағың жанады, ел біледі. Азия чемпионатына бардық, салмағында мысалы өте атақты беделді спортшы шықты, Нифонтов деген. Мысалы именно сол салмағында күрескенде қуандым. Неге десеңіздер, Юраның дайындығы көргім келді, қаншалықты жетпейді. Оқушыңыз Әнуар Әбдікерімді? Әбдікерім Әнуар деген балам, құдай қаласа дайындықтамыз қазір. Биылдыққа жаңағы Азия чемпионатының күміс жүлдегері болды. Үндістанға барып, мына жақында Азия кубогында 1-ші орын алды. Енді бастамасы жаман емес, жайлап дайындалып жатырмыз. Енді келесі жылға құдай қаласа қуантады деген ойдамын. Әнуар, сізге қалай келді ол бала? Бұның негізі жалпы айтып берейін қалай болғанын, өте қызық болды оқиғасы. Біз басында Тілендиев атындағы интернат мектебі бар. Таразда, аха. Сол интернатта жаңағы жатып оқиды екен Әбдікерім Әнуар. Сол кезде. Тараздың өзінің жігітсің ба сен? Иә, Тараздың жігіті. Сол кезде 2013-те, сол кезде бізде жаңа Балтабаев Арай деген жігіт бар. Сол бізге жаңадан жаттықтырушы болып, екеуміз бірге бастадық. Матченко Владимир бар, бәріміз бірге бастадық сол кезде. Сол кезде жаңағы Арай деген жігіт келіп, давай Тілендиевте осындай интернат бар, сол жерден зал ашайық қол күрестен. Бәрі сол жерде жатады екен, сол жерде оқиды екен, бізге ыңғайлы болады, сол жерде балаларды дайындайық деді. Сол кезде жарайды деп, сол жаққа барып, Әбдікерім Әнуар сол жақта бізге келген болатын, жаңағы Арай деген жігітке. Сөйтіп Арай деген жігіт, мен бәріміз дайындалып, сол жерде балаларды дайындап бастадық. Сөйтіп қанша жыл кетті? 2 жылдай дайындалдыңдар ғой? 1,5 жылдай ма? 1,5-2 жылдай дайындалды интернатта. Сөйтіп Арай деген жігіт, мен пауэрлифтингке ауысам, маған сол спорт жақынырақ деген сияқты бір оймен, сөйтіп пауэрлифтингке ауысып кетті. Сөйтіп ауысқан кезде уже Әнуар қол күресті жақсы көріп қойған жігіт, қол күреске келген адам енді болды, кете алмайды ғой жалпы. Одасын бұл ағай пауэрлифтингке ауыстырғысы келді Әнуарды. Бұл ауыспаймын деп, сол кезде ауысқысы келмеді. Сөйтіп маған келді, Ескендір ағай,
мен Арай ағайда пауэрлифтингке қатыса алмаймын, мен қол күресті жақсы көремін. Сол кезде оқушылар жалпы былай қарасаңыз келет кетет, бірақ коллегалар бір қаламыз ғой. Сол себепті бір ауыз Арайға звондап қояйын деп Арайға звондап едім. Арай сол кезде Ескендір, ренжімесем бұл оқушыны бере алмаймын деді. Сөйтіп бұл пауэрлифтингте қалатын болды, сол тренердің айтуы бойынша. Бірақ Ануар ренжіме дедім, сен ала алмаймын. Өйткені сен тренерің өйстіп айтып жатыр деп едім. Бір 3 мәрте келді. 3 мәрте келгеннен кейін одасын барып өзі де примерно алмайтынымды түсінді деймін. Сөйтті да бізде қайтыс болып кеткен марқұм Асатов Мәжит деген кісі болатын. Сол кісіге қатысып бастады. Қол күрестен тренер тоже. Сол кісіге барды. Ақыры мен алмағаннан кейін соған барайын деген ой болды. Ол кісі ондай нәрсеге қарамайтын жалпы. Сен кімсің, несін, разница жоқ, қай жақтан келдің, бәрін алады. Сөйтіп дайындап, Әнуарды дайындап, қол күрестен дайындап жүрді. Сөйтіп ол кісі қайтыс болып кетті. Келгеннен кейін сол бір аптаға ғана дайындады, одан кейін. Сол біздің тренер тоже сол Бірінші тренерлер. Сөйтіп сол кісі қайтыс болып кетті да, Жүсіпов Мамет, жаңағы әлем 4 дүркін чемпионы, сол ағайымыз Ануарды өзінің қол астына алып, дайындап, юниордан жаңағы әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Жүсіп Мамет ағай да дайындалды ғой да? Иә, Жүсіп Мамет дайындалды. Жасөспірім кезінде. Одасын ол кісі ояқта мектеп не дейін ғой? 18 жасқа дейін, 21 жасқа дейін. Одасын кейін ересектерге өткеннен кейін бәрібір айналып өзіме келді ғой. Әмбекерім Ануар қазіргі таңда өзім дайындап, өзім не істеп сөйтіп келе жатырмыз, жұмыс істеп бірге. Енді Арай ағай қарсы емес шығар, қанша жыл өтіп кетті. Енді Индияда қалай болды? Индия қалай екен, өзің Индия жөнінде бір айтыңыз. Индияда көп қыдырмадық былайша айтқан кезде. Кішкене ауасы, иісі, жаңағы адамдары өзімізге қатты қылмағаннан кейін бір-екі рет шықтық. Қалған күндердің бәрі қонақ үйде жаттық қой, гостиницада шықпай. Есте сол жерден тамақ ішіп, жарысқа барып келіп, жарыс бірінші этажда, ресторан тоже бірінші этажда, соған ғана түсеміз только. Сөйтіп қана жүрдік. Ол жақта дайындық жақсы болды. Осы жақта Ислам бар, Юра бар, Жеңісбай Әділет деген жігіт бар. Бәрімізді ағай дайындап, Азия чемпионатынан да күміс жүлде болдық. Одан кейін осы Кубок Азияда бірінші орын алдық. Жылда 2 рет. Жақсы. Маған Индиядан звондайды. Ағай, келмегеніңіз дұрыс болыпты деп. Жақта бір жұмыстармен бара алмай қалдық. Сөйтіп, неге десем, ой ағай, не қылас, қыдыратын жер жоқ, 10 күн өтпей жатыр. Жарыс. Былтыр Дубайға барған, Дубай жақсы етті. Дубай деген енді рахат қой. Сен саусақ болмас жер жұмыс істеп жатқан жоқсың. Ал достар, лайк басып, комментарий жазып, келесі қай қалаға барып, қай клубтан осылай сұхбат алып, тренировкалерін көргіңіз келеді, комментарийға жазып, подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Осымен Жамбыл облысындағы Ескендір ағамыздың залындағы сұхбатымыз тамам.